Ғасырдың бастауындай мөлдір поэзиясымен әдебиетіміздің көк жиегін кеңейткен ақынның жауһар жырлары халқымен бірге жасасып келеді. Республикалық Ғұмырдария ән-жыр байқауының өтіп келе жатқанына 10 жылдан астам уақыт болды. Жасөспірімдер өнерін шыңдау мен тұлға шығармашылығын насихаттауды мақсат еткен ұжым бұл жолы Тұманбай Молдағалиевтің Әнім сен едің атты байқауын екінші рет ұйымдастырып отыр. Бұл байқау негізінде екі жаңағы жанр бойынша өтіп жатыр. Біз енді үшінші жанр жаңағы би жанрында қосқамыз. Негізгісі екі жанр, жаңағы көркем сөз, мәнерлеп оқу жанры. Екіншісі осы Тұманбай ағаның сөзіне жазылған әндер. Сондай-ақ жаңағы Тұманбай ағаның әндеріне жазылған жаңағы би қойылымдары. Байқауға республикамыздағы 1000-нан тұлпар, 100-ден жүйрік шыққан 80-ге тарта жас өнерпаз іріктеліп алынды. Олар кіші, орта және үлкен топтары бойынша бақ сынайды. Астана қаласының намысын қорғап келген Дінәсыл мен Ерасыл бір үйдің балалары. Ерасыл 8 жастағы, Дінәсыл 9 жастағы өнерпаздар арасында көркемсөз сайыстан жүлделі бірінші орынды иемденіп, лауреат атанды. Мен кең далада еркін өстім, кеудемді желге тостым, күйге тостым. Жаз бой таң атқанша жұлдыз санап, ақ бұлтпен желайдаған бірге көштім. Анашым жүгінген жоқтар ерге, ешкімді түсірген жоқ әбігерге. Мен кеппін дүниеге қайран анам, жүргенде отын теріп сары белде. Ойы биік арман алыс, жаны жомартай қабағым, көкірегі толған намыс, қазағымнан айналамын, ер тоқымын күміс деген, мінген шалқып құлагерге, қазақ аты су ішпеген, өзенде жоқ мына әлемде. Ағайындылардың бойындағы дарын әкенің қанымен, ананың ақ сүтімен дарыған қасиет дейді әжесі Риза. Екеуі де өлеңдерде оқыған мезетте бірден жаттап алуға құштар екен. Балаларымызды осы барлық бір Тұманбай Молдағалиев атамыз емес, барлық ақын жазушыларды қала бер тарихты тереңінен білуге үңілдіреміз. Отбасымызда да таза қазақша сөйлеуге. Енді балалардың құштарлығы, туа бітті таланты қаннан біткен шығар енді. Ерекше дарындары бар. Қандай тақпақты мәнерлеп отырып, жақсы ең әуелі мағынасын түсіндіріп оқып береміз. Содан кейін барып мәнерлеу жаттатамыз. Жаттағанда күніге жаттатпаймыз. Таңертең бір, жатарда бір оқып береміз. Ойлау қабілеті арқылы жаттатамыз. Эстрадалық және дәстүрлі ән, би, көркемсөз сайысына бөлінген бұл байқау Қазақстан Жазушылар Одағының сахнасында өтті. Талай дарынды ақындарымыз бен талантты жазушыларымыздың табаны тиген сахна жастардың шыңдалуына өз септігін тигізіп келеді.